Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз талапкерлердің өтінімін онлайн қабылдау модулінің баптаулары, нақтырақ айтқанда жүйенің қолданушы интерфейсінде жасалатын баптауларға тоқталамыз. Ол үшін ең бірінші жүйеге авторизация жасап кіреміз. Келесі баптауларды орындау үшін біз қолданушылар бөлімінен талапкерлер бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде келесі ақпараттар қарастырылған, яғни талапкерлердің жеке істерін тіркеу журналы, реттеулер, пайдаланушы нұсқаулықтары. Пайдаланушы нұсқаулықтары бөлімінде әр қызметкерге арналған нұсқаулықтар қарастырылған. Келесі төменгі бөлімде қандай да бір өтінім берген талапкерлердің тізімін көруімізге болады. Ал бұл модульге баптаулар жасау үшін біз реттеулер батырмасын таңдаймыз. Және де ашылған бетте келесі бөлімдердің баптаулары орындалады. Ең бірінші ОБТ және де кешенді тестілеуді өткізудің баптаулары. Яғни бұл бөлімде әр академиялық дәрежелер бойынша түскен жылы бойынша тестілеу кезеңдері толтырылады. Яғни өзімізге қажетті жылды таңдап сақтаймыз және де әр кезеңдердің өткізілетін уақыттарын көрсетеміз. Келесі жасалынатын баптауымыз бізде жалпы баптаулар бөлімі. Жалпы баптаулар бөлімінде келесі баптаулар қарастырылған. Бірінші, авторизация парағында талапкерлерді тіркеу сілтемесін көрсету. Яғни бұл ұяшықты таңдау арқылы біз жүйенің бастапқы авторизация парағында талапкерлерді тіркеу батырмасын бейнелейтін боламыз. Келесі, көрсетілген электрондық почтаның дұрыстығын растауды сұрау. Яғни бұл ұяшықты белгілесек, бізде талапкерлердің көрсетілген электронды почталарына тексеру коды жіберілетін болады. Келесі, оқуға түсу үшін пәндер бойынша ұпайлардың минималды санын тексеру. Егер де бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда талапкерлердің білім туралы ақпараттар бөліміндегі көрсетілген ОБТ ұпайлары ОБТ ұпайларының анықтамалығы бөлімінде көрсетілген ұпайлармен тексерілетін болады. Және де талапкердің ұпайлары аз болған жағдайда онда өтінім беру қабылданбайтын болады. Келесі, колледжден кейін оқуға түсетін талапкерлерге бейіндік пәндер бойынша ұпайларды көрсетпеуге мүмкіндік беру. Яғни бұл ұяшықты бейнелесек, онда колледжден кейінгі түсетін талапкерлер үшін бейіндік пәндер бейнеленбейтін болады. Келесі, халықаралық сертификаттың болуы жағдайында және шекті ұпайға жету кезінде шетел тілі үшін бағаны автоматты түрде қою, яғни жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Яғни шет тілдері бойынша шекті балдардың анықтамалылығы бөліміндегі көрсетілген шекті балдар бойынша тексерілетін болады, яғни сонымен салыстырылатын болады талапкердің балдары. Егер де талапкердің балы біздің анықтамалықта көрсетілген балдан жоғары немесе тең болған жағдайда, онда талапкерлер үшін автоматты түрде осы көрсетілген балл қойылатын болады. Келесі, шетел тілі бойынша халықаралық сертификаттың жарамдылық мерзімі жылдармен. Яғни талапкерлер шетел тілдері бойынша өздерінің сертификаттарының уақытын көрсету барысында жүйе, яғни берілген күні бөлімдегі күнмен жүйе салыстырылатын болады. Егер де көрсетілген сертификат біздегі көрсетілген мерзімнен аз болған жағдайда, онда талапкердің өтінімін қабылдамайтын болады. Келесі, жоғары оқу орындары талапкерлерден өтініштерді тек қана шығармашылық даярлықтарды талап ететін білім беру бағдарламаларының топтарына қабылдайды. Яғни, сіздің жоғары оқу орны тек қана шығармашылық бағыттағы білім беру бағдарламаларын дайындайтын жағдайда осы ұяшықты көрсетеміз. Келесі, білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін таңдалған білім беру топтарының максималды саны. Яғни, грант тағайындау үшін конкурсқа қатысуға қанша білім беру бағдарламаларын көрсете алады, сол білім беру бағдарламалардың санын көрсетеміз. Келесі, өтініштерді келесі оқу тілдерінде қабылдау. Яғни бұл жерде біздің жоғары оқу орнында қандай тілдер бойынша білім беру бағдарламасы жүргізіледі, сол тілдер көрсетіледі және де талапкерлерден осы жерде көрсетілген тілдер бойынша өтінім қабылданатын болады. Келесі, халықаралық сертификатты ұсынудан босату туралы растаушы құжат болған жағдайда шетел тілі үшін бағаны автоматты түрде қою. Бұл бөлімді таңдайтын болсақ, шет тілдері анықтамалығында көрсетілген шекті балдармен салыстырылатын болады талапкерлердің балдары, және де сол шекті балдарда көрсетілген балдан жоғары немесе тең болған жағдайда талапкерлерге автоматты түрде көрсетілген балдары қойылатын болады. Өтініштердің барлық типтері үшін оқуға түсу туралы мәліметтер кірістірмесінде білім беру бағдарламасы өрісін міндетті етіп жасау.
Яғни бұл ұяшықты белгілеу арқылы біздер талапкерлердің өтінімін қабылдау барысында оларға міндетті түрде қандай білім беру бағдарламаларында өтінім бергісі келеді, сол білім беру бағдарламаларын көрсетулері міндетті болып табылады. Келесі, қолында бар жеңілдіктерді міндетті түрде толтыруды сұрату. Яғни бұл ұяшықты белгілесек, талапкерлердің өтінімдерін толтыру барысында жеңілдіктер бөлімінде қандай да бір жеңілдіктерді таңдаулар міндетті болады. Ал егер талапкерде ешқандай жеңілдік болмаған жағдайда жеңілдік жоқ мәнін бейнелеу міндетті. Келесі, өтінішті қабылдау кезінде қажет етілетін жеңілдіктердің белгіленген тізімін бейнелеу. Яғни бұл ұяшықты таңдасақ, бізде келесі бөлімде жеңілдіктердің тізімі қарастырылған. Тізімнен қажетті жеңілдіктердің түрін көрсетеміз, және де талапкерлер осы жеңілдіктерді көрсететін болады. Ал егер талапкерлерде бұл көрсетілген тізімдегі жеңілдіктер болмаған жағдайда, онда жүйе барлық бар жеңілдіктердің тізімін бейнелейтін болады. Келесі, талапкерлердің, білім алушылардың, түлектердің қолдағы бар жеңілдіктерінің және басымдықты құқықтарының растаушы құжаттарын міндетті түрде тіркеуді сұрату. Яғни қандай да бір жеңілдігі бар болған жағдайда, сол жеңілдікті растайтын құжаттарды жүктеуді міндетті қылып белгілеу. Келесі, әскери есеп бойынша деректерді міндетті түрде толтыруды сұрату. Яғни бұл бөлімді таңдасақ, онда ер балалар үшін өтінім беру барысында әскери деректер бөлімінде міндетті түрде әскери міндеттілері туралы ақпараттарды толтыру қажет болады. Келесі, кәмелеттік жасқа толмаған талапкерлерден оқу үшін төлем кіммен жүргізілетіндігін растауды сұрату. Яғни талапкермен немесе ата-анасымен. Егер де бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда талапкерлер өтінім беру барысында кәмелетке толмаған талапкерлер үшін оқу ақысының төлемі кіммен жүргізіледі туралы хабарлама шығатын болады, және де ол жерде талапкермен немесе ата-анасы немесе қамқоршысымен деген мән шығатын болады. Ішінен талапкер өзіне қажеттісін таңдау міндетті болып табылады. Келесі, талапкердің өтінішінде QR кодын бейнелеу. Яғни бұл ұяшықты белгілесек, қандай да бір ішкі құжатпен танысу барысында талапкерлер өздерінің қандай да бір құжатпен танысқандығы туралы ақпаратын бейнелейді және оны өзінің электронды цифрлы қолтаңбасы арқылы растайды. Және де қызметкер талапкерлердің өтініштер қабылданды және де түпнұсқамен расталды мәнін таңдау барысында қалыптастырылған құжаттарда кімдердің қол қойғандығы туралы ақпарат бейнеленетін өтінішті көре алатын болады. Келесі, шығармашылық емтиханды тапсыру үшін спорт түрлерін бейнелеу. Яғни спорттық мамандықтар үшін шығармашылық емтихан мәнін таңдау барысында спорттың қай түрі бойынша емтихан тапсырады, сол спорт түрлерін таңдауына мүмкіндігі болады. Келесі, талапкерлер үшін өтініш бойынша консультантты бейнелеу. Яғни бұл ұяшықты белгілесек, талапкер үшін консультант бөлімі пайда болады және де тізімдегі қызметкерлерден ол өзіне қажетті консультантты таңдай алады. Келесі, талапкерлер үшін грант сертификатын жүктеу мүмкіндігін бейнелеу. Яғни бұл ұяшықты таңдау барысында талапкердің өтінімі грант негізіндегі өтінім беру және де оның оқу түрі тегін формасында талапкерден грант сертификатын жүктеу міндеттілігі туралы хабарлама бейнеленетін болады. Өзіміздің баптауларымызды жасап сақтаймыз. Баптаудың келесі түрі ол өтініш түрі бойынша қабылдау. Яғни бұл жерде бізде келесі түрлерге арналған өтінімдердің түрлері қарастырылған және де академиялық дәрежелер. Жоғары оқу орнында қандай өтініштер бойынша талапкерлерден өтінімдер қабылданады, сол өтініштердің түрін таңдаймыз және де академиялық дәрежелер бөлімінде қандай академиялық дәрежелер бойынша бұл өтінім қабылданады, сол академиялық дәрежелерді көрсетіп баптауларымызды сақтаймыз. Келесі, құжаттарды міндетті түрде тіркеу. Талапкерлер өтінімдерді беру барысында қандай да бір құжаттарды тіркеу міндеттілігі қарастырылған жағдайда тізімде көрсетілген құжаттарды белгілейміз. Ал егер ешқандай құжат қажет емес, тек қана профильдегі фотосуреті ғана керек жағдайда осы бірінші мәнді таңдаймыз. Ал егер де қандай да бір құжаттарды жүктеу міндетті болған жағдайда сол құжаттарды таңдап сақтаймыз. Келесі, ішкі құжаттар. Яғни бұл бөлімде келесі ақпараттар қарастырылған: өтініштер түрлерінің және танысу үшін қажетті ішкі құжаттардың тізімі. Бұл бөлімде талапкерлер өтінім беру барысында қандай да бір ішкі құжатпен танысу керек жағдайда біз қосу батырмасын таңдаймыз. Келесі, қолданба түрін таңдаңыз бөлімінде қандай өтініш негізінде екенін таңдаймыз, яғни қажетті өтініштің түрін таңдаймыз. Келесі, ішкі құжат үлгілерін таңдаңыз бөлімінде қандай ішкі құжаттарды жүктедік, сол ішкі құжаттардың түрін таңдаймыз
және де қосамыз. Яғни біздің қосқан ішкі құжаттар бойынша талапкер өтінім беру барысында сол құжаттармен танысуы міндетті, және де сол ішкі құжаттармен танысу барысында талапкерден қол қою үшін ЭЦК-ны сұрату. Яғни егер де бұл ұяшықты белгілесек, онда ішкі құжатпен танысу барысында талапкер міндетті түрде өзінің жеке электронды цифрлы қолтаңбасы арқылы қол қойып танысқандығын растайды. Келесі, ішкі құжаттарды қабылданды, бірақ құжаттардың түп нұсқалары мен куәландырылмады статусында қалыптастыру мүмкіндігін ұсыну. Яғни талапкерлер түп нұсқаны ұсынбай, бірақ та құжаттар қабылданған жағдайда біз ішкі құжаттармен танысуға мүмкіндік берген жағдайда біз осы ұяшықты бейнелейміз. Баптауымыздың келесі түрі білім беру бағдарламалары бойынша қабылдауға қойылатын талаптар. Яғни бұл жерде бізде жоғары оқу орындарындағы барлық білім беру бағдарламалары қарастырылған. Білім беру бағдарламалары бойынша біз бейіндік пәндерді қосамыз. Ол үшін қажетті білім беру бағдарламасын таңдаймыз. Яғни өзімізге қажетті білім беру бағдарламасын тобын таңдадық. Келесі оқуға түсуге арналған деректер бөлімінде біз әр жыл бойынша оқуға түсу деректерін қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз. Негізінде бөлімінде келесі мәндер қарастырылған. Егер де талапкер орта мектептен кейін түсетін болса, онда орта білім таңдаймыз. Егер де колледжден кейін түсетін талапкерлер болса, онда арнаулы орта білім. Ал егер де жоғары білімнен кейін болса, онда жоғары білімді таңдаймыз. Яғни өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Келесі оқыту түрі бөлімінде сіздің жоғары оқу орнында қандай оқыту түрлері бар, соны таңдаймыз. Және де бірыңғай ұлттық тестілеу тапсырған жыл бөлімінде қай жыл бойынша ақпарат толтырамыз, сол жылды таңдаймыз. Келесі мамандығы бойынша кәсіби пән бөлімінде бұл бағыт бойынша қандай пәндер тапсырады, соны көрсетеміз және де сақтаймыз. Яғни осындай ретпен біз әр жылдар бойынша барлық профильді пәндерді қосамыз. Егер де колледжден кейін болса, онда арнаулы орта білім деп таңдаймыз. Оқуға түсу өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз, оқуға түсу жылын таңдаймыз. Келесі жалпы профильді пәндер бөлімінде қандай профильді пәндер қарастырылғанын көрсетеміз. Келесі мамандық бойынша кәсіби пәндер және де байланысты мамандықтар, яғни бірінші оның мамандығы қандай, сол мамандықпен байланысты болған жағдайда сол мамандықты көрсетіп сақтаймыз. Яғни бұл бөлімде көрсетілген барлық білім беру бағдарламалары бойынша міндетті түрде бейіндік пәндердің ақпараттары толтырылуы керек. Осымен жүйенің қолданушы бөлімінде талапкерлердің құжаттарын онлайн қабылдау модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.